Тыныс алу түрлері. Бүгінгі видеода тыныс алу түрлері, анатомиялық өзгешелігі және әр жаста тыныс алудың қандай ересектерде, кіші балаларда өзгешелік бар, сонымен танысатын боламыз. Сіз арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз және достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Жалпы тыныс алу кеуде қуысының көлемінің өзгеруіне байланысты үш түрге бөлінеді. Іштік, кеуделік, аралас болып. Жаңа туған нәрестеде тыныс алудың іштік түрі болады, 7 жастағы балада оның кеуделік түрі байқалады және 10 жастан бастап тыныс алудың жыныстық ерекшеліктеріне пайда болу отыра қыз бала тыныс алудың кеуделік түрімен, ал ер бала іштік түрімен қалыптаса бастайды. Жалпы ересек адамның тыныс алу минутына 14-18 рет болады. Ал 5 жастағы балада тыныс алу минутына 25 рет. Жаңа туылған нәрестеде 60 рет тыныс алу орын алады. Жалпы жиі тыныс алуды қалай айтаймыз? Тахипноя дейміз. Тахипноя ол дені сау адам жүгіргенде, жұмыс істегенде, биікке көтерілгенде пайда болады. Ал баяу тыныс алуды прадипноя дейміз. Ол дені сау адам ұйықтаған кезде, себебі адам ұйықтағанда дененің оттегіне деген сұранысы азая бастайды екен. Жалпы өкпенің тіршілік сыйымдылығы не екенін білесіз бе? Бұл адам қалыпты жағдайда тыныс алып, тыныс шығарғандағы өкпенің көлемін атаймыз. Бұл өкпенің тіршілік сыйымдылығы әйел адамда 2700 мл, ал ер адамда 3500 мл. Егер спортпен айналысатын болсаңыз, 7000 мл-ге дейін жетеді. 7 жас балада 1400 мл, 11 жас балада 2100 болса, 14 жастағы балада 2700 болады. Сондай-ақ гипоксия және асфиксия деген екі түрлі термин бар. Гипоксия тыныс алатын ауада оттегінің жетіспеушілігі болса, асфиксия тұншығу, яғни тыныс алудың тоқтауы. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз және лайк басып кетіңіз. Тыныс алу орталығы ол сопақша мида орналасқан.